Баршаңызға сәлем, барлығы сүйіп жейтін шоколадты рулет дайындайтын боламыз. Видеоны толықтай көріңіз және де мені жоғалтып алмас үшін маған подписка жасап лайк басып кетіңіз. Алдымен жай отта тұрған ыдысымызға сливкімізді құйып, шоколадымызды салып, араластырып тұрып, толығымен ертіп алатын боламыз. Егер сізде сливки жоқ болса, менің парақшамда, осы каналымда сливкидің жасалу жолы бар, содан көріп жасасаңыз болады. Міне шоколадымыз толықтай еріді, бұны суытып қоямыз. Ол аралықта келесі кезекте өздеріңізге қалаған ұнататын печеньені және де жаңғақты алсаңыздар болады. Мен кешью жаңғағын және де печеньені алдым. Бұл жерде мен турадым. Негізінде турауға кеңес беремін. Оқтаудың көмегімен ессеңіздер де болады, бірақ ол кезде қатты майдаланып кетеді, уытылып. Сол себепті турауды кеңес етемін. Мына жерде бір пелайдай және де 11-12 штук печенье кетті менде. Салқындап тұрған шоколадымызға осы туралған 2 печеньемізбен жаңғағымызды салып, толығымен араластырамыз. Және де сәл қаттылау болуы керек, жұмсақ болып қалмау керек шоколадымыз. Соны қағазымызға төсеп, дөңгелектеп орап, өз қалауыңыз бойынша немесе формаға салсаңыз да болады. Мен рулет сияқты болғандықтан осылай қағазға орадым. Қағазға орап болғаннан кейін екі жағынан да бекітіп қоятын боламыз, ағып кетпеу үшін. Және де холодильникте немесе салқын жерде қалдырамыз. Жарты сағат, 1 сағат көлемінде толықтай қатады. Одан кейін алып, мінекей бізде қатты. Содан кейін сахарный пудраны алып, үстіне дөңгелектеніп сеуіп шығатын боламыз. Тимей қалған жерлеріне осылай қолдың көмегінен жазып жібереміз. Міне дайын болды, ас болсын.